тәрбие бесіктен деп айтады Бауыржан Момышұлы атамыз. Ол сол бесіктен болу керек. Бұрын өздеріңіз білесіздер де, әскерге бармасаң, манағыдай саған қыз қарамайды дейді. Әскерге бармасаң сен манағыдай батыр болмайсың, әскерге бар батыр. Кішкентайымыздан бізге соны айтып үйрететін еді. Армия мемлекеттің тірегі. Бүгінгі таңда біздің қазіргі армия бұрынғыдай емес. Бүгінде ол ашық, заңға бағынатын жүйе. Сарбаз жалғыз емес, артында мемлекет тұр. Ата-аналар қоғам бар, аналар жүрегі қоғамы, басқа да барлық нәрселерге біз есігімізді ашып отырмыз. Ана Абай атамыздың биыл 180 жылдық деп айтып отырмыз ғой да. Абай атамыз айтады, біз қазақтар 24-ші сөзін мұқият оқыңызшы үйге барғанда. Сонда айтады, біз қазақтар бір-бірімізді аңдып, өсек айтып, бір-бірімізді жамандауды қашан қоямыз? Қашан біз басқа ұлттар сияқты бір-бірімізді мақтап, әскеріміздің өздеріңіз көріп жатсыздар, қанша жарыстан біздің балалар жақсы орындар алып келіп жатыр. Оның барлығы әскердің жамандығында емес қой. Бір жылдың ішінде, кроме того, что там по боевой подготовке, жаңа сіз айтып жатқан, научим физическая подготовка, яғни бұнда правильный режим, правильное питание, детокс от социальных сетей, нет там лудомании, наркомании, не знаю, каких-то вредных привычек, фастфуда и так далее. Целый год все в правильном режиме.